Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар мен оқушылар. Біз 11-ші сыныптар менің сүйікті кітабым атты челленджді 10 сыныптардан қабылдадық. Мен Рамазанова Аружан, мен 11-ші сынып оқушысы боламын. Менің сүйікті кітаптарымның бірі «Балалық шаққа саяхат» атты шығармасы болып табылады. Бердібек Соқпақбаевтың кез келген туындысын оқыған адам шынайы суретпен, баланың аңғал мінезімен өрілген ауқымды тақырыптың астарында жолығады деп ойлаймын. Шебер суреткерлердің әйгілі шығармаларының қатарында осы «Балалық шаққа саяхат» повесінің орны бөлек деп санаймын. Чингис Айтматов, роман «Плаха». «Плаха» — это глубокий символический образ, и даже сам Айтматов предлагал разные трактовки. Каждый человек ежедневно становится участником борьбы с самим собой, с другими людьми или целым обществом. Регулярно он вынужден отстаивать свои принципы и убеждения, защищаться, делать моральный выбор. Это и есть его «Плаха».